Мына жігіттер міне палаткамен кеп, өзіміздің лодка үстіп дем алып жүрміз. Мынау бәрі палаткамен дем алып жатқандар. Міне мына жанып тұрған свет бәрі ана күн сәулесінен қуат алған батарейкалар ғой. Мынау бәрі палатка. Мынау где-то бір 5 километр болатын шығар палаточниктар. Мысалы, мына біз тұрған жерде бір 10 шақты палатка. Анау жерде бір 50-60 палатка. Ары қарай тағыдан жерде бір 50-60 палатка. Мына жерде бір 1000 палатка бар шығар қазір. Алакөл ғой, Алакөл. Көктұма. Осылай демалған жақсы сияқты. Шық қымбат. Қонақ үйге барайын десең, қонақ үйде ең азы қазір 13 мың дейді, 14 мың дейді. Қымбат. Ода еще условиялары онша емес. Бізде Қазақстанда тамағымен 7-8 мың теңге қылса болар еді ғой. Тамағымен бір күнді 7-8 мың қылса. Не болмаса тамақсыз бір 3 мың болса да болар еді. Айтпесе бағана біреу айтады 80 мың дейді, тамақсыз 80 мың номерлар бар дейді. Мен ойлаймын, о тамақсыз 80 мыңға кім жатады? Енді ақшасын жаңағы мемлекеттің ақшасын ұрлағандар ғой, ол жерге барып жататындаршы. Еңбегімен, біз сияқты еңбегімен тауып жатқандар ондай жерге бармайды ғой. Бала шағасымен келсек, біз мысалы 3 адам 80 мыңнан төлесек, қанша? 240 мың. Тамақсыз 240 мың төлеп, еще тамаққа 100 мың төлейтін болсақ, оған жетпейді ғой табысымыз. Сондықтан о жерде жеп, үкіметтің ақшасын жеп, халықтың ақшасын жеп, семіргендер ғой, о жерде жататындар. Мына осы Ақши мен Көктұма халқына таң қалам. Неліктен соншама бағаны көтереді екен кішкене? Түсірмей ме екен бағаны?